Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Сіздермен ауыл тіршілігі арнасы. Бүгін 3 ақпан, вторник, сейсенбі, 2026 жыл. Бүгін міне бізде жаңбыр жауды. Кешке бастаған, сомен жаңа бітті ғой, аяқтың бәрі көл болады. Малдар өріске шықты, 3-4 сағат жайылды, сомен қайтты ғой, жаңбыр қатты жауғансын. Мен қазір оқудан келіп, сол малға қарап отырмын. Бір 20-30 бастай ма бөлініп қалған екен, соңғы папа атқа мініп кетті, былай қарай көріп келуге. Шеңгелдің арасында ма қалып кетті. Міне су естіп ағып жатыр су. Бұндай жаңбыр болмаған биыл. 3-4 жыл болды ма бұндай жауын жаумаған. Биыл қатты жауды. Қар да бұлай қатты жаумаған. Биыл жақсы жауды. Жерге жақсы ғой бәрі. Сол аяқтың бәрі су болып жатыр. Біз аманбыз, Құдайға шүкір. Малдар аман есен, жауыннан өтті бүгінгі. Аяқтың көл болып жатыр. Ары қарай трассаға қарай ағып жатыр, ары қарай. Үсті көлдетті. Ар жақтан көл бар, ар жақта. Сол жақта машинаның жолымен басталып, осы жаққа қарай кетіп жатыр ғой. Міне бүгін аяққа осы далаға шөп шашыпты бүгін. Қой ерте келетін болсын. Ана жақта қораға жүгіреді кіз. Сонымен осы жаққа шаша салды. Сол бізде. Қай облыс деп сұрап жатыр әлі. Өткен видеода да айтқан, бүгін тағы айта салайын. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қаракемер ауылы. Біздің аяқтан кіре салам. Сол жаңа жарты сағаттай болды қойдың кіргеніне. Тағы бір 7-8 пресс шөп шаштық. Жердің бәрі тайғақ, мылжырап жатыр. Бізде жер құрғақ. Жауған жауынның бәрі сіңіп кетіп жатыр. Мынау итті қамап қойдық. Бұл анау жалғыз өзін алып кетті. Мынау кеше қой бақып келген ағам. Сонымен еріп келді. Бұл өзінің алдындағы салған ақ ит бар. Сол ақ ит осы сары. Сонымен екі кішкентай күшікті де алып кетті. Олар да жүгіріп қайтты. Міне шөп бізде азайып қалды. Сабан сиырға салатын. Бұл да уже бітті. Бір айға жете ма? Жетпей ма? Аяқта на жағын бастадық. Осындай шөп қалды ғой. Осы февральға жетсе болды. Арай марттан бастап күн жылып кетеді. Бүгінде күн жылы. Ондай суық жауын болған жоқ. Жылы жауын болды. Оранж құрғақ. Қойлар да осақты. На жақтың бәрі су жиналды. Қойлардың үсті тазарып қалды. Сол аяққа жиналған судың аяқтан күрекпен қазып, ары қарай огородқа қарай кетіп жатыр. Сол шөптерін жеп жатыр. Араман. Сол. Міне мұны жаңа видеоның жалғасы. Құдайға шүкір. Жарты сағат болды ма, жарты сағат болмады. Табылды қойлар. 21 бас. Мына 2 бас артынан шықты. 21 бас кем қылғамыз. Сол 21 бас таптық 21 басты. Құдайға шүкір. Алдында 18 бас кетті үй жақа. Сомен мен баратқан кезде тағы бір бас бөлек шықты. Бір тоқты. Сомен мыналар осы екеу шықты аяғынан. Жан жақта қалып кеткен екен, шеңгелдің арасынан. Жолда 18 бас өздері жолда келе жатыр екен. Бір тоқты шеңгелдің арасынан, мына екеуі
ар жақта бір талдар бар, соның арасынан шығыпты. Малды біз негізі жыл сайын күніге санаймыз, күнде санап отырамыз малды. Сол малды күнде санаған пайдасы осы. Мынандай краска жағамыз. Мал қосылып кеткен кезде бөлгенге ыңғайлы. Күн шығып тұр бізде, күн жаңағыдан жылынды жода. Сонымен иен саламыз, иенге де қарап, мал қосылып кетсе иенге қарап табамыз, краскамен табамыз. Солай. Солға үй жаққа келдім. Осы бар болыңыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Мына үй қойлар жүр.